Атырау облысы Құрманғазы ауданы еңбек жалпы орта мектебінің 11 сынып оқушысы Рахметқызы Жылдызай. Мамандықтар әлемін ашам республикалық форумының облыстық кезеңі «Мен мамандықты таңдаймын» номинациясының қатысушысы. Бүгінгі жобаның тақырыбы өнер өмір айнасы. Ал не үшін мұндай жалпы менің мамандығыма өнердің қандай қатысы бар екенін алда білетін боласыздар. Алдарыстан қазақтың бас ақыны Абай Құнанбаевтың суреті. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев өз сөзінде адам баласы өмірде екі нәрсе таңдаудан қателеспеу керек деген. Оның бірі жар таңдау болса, бірі осы мамандық таңдаудан. Ал мамандық дегеніміз не? Мамандық адамның белгілі бір салада кәсіби білім алып еңбек ететін қызмет түрі. Бұл тек жұмысқа ғана емес, адамның өмір бойы дамуына, өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруына мүмкіндік беретін таңдау. Мамандық таңдауда не нәрсені басты назарға алу керек? Мамандық таңдауда адам баласы өзінің бойындағы дарынына, қасиетіне, қызығушылығына, ал ең бастысы жүрегінің қалауын тыңдау керек. Яғни бұл мамандықпен жұмыс жасағанда болашақта жалығып кетесің бе, жалығып кетпейсің бе, сол сынды сұрақтарға жауап іздеу керек. Міне, осы нәрселерді, осы факторларды назарға ала отырып, мен де өзімнің қызығушылықтарымды, бойымда дарынымды, талантымды қарай отыра мен таңдаған мамандық актерлік шеберлік және кино әртісі. Бірінші сіздерге бұл мамандықты таныстыра өтейін. Бұл актерлік шеберлік, бұл сахнада немесе экранда түрлі кейіпкерлерді сомдау, олардың эмоцияларын, мінез-құлқын, ойларын шынайы әрі әсерлі көрсету үшін қажетті дағдылар мен қабілеттер жиынтығы. Бұл мамандықты оқып бітіргеннен кейін сіз актер немесе актриса маманы боласыз. Кез келген нәрсенің өзіне тән тарихы бар ғой. Бұл мамандықтың тарихы өте көне замандардан басталады. Біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда ежелгі Грекияда. Бұл мамандық жалпы әлемдік индустрияда да өте жоғары дәрежесіне жеткен. Ал мен сіздерге Қазақстанның актер-актрисаларын алдарыңызға ұсынамын. Яғни бұл кісілер осы мамандықтың жүрегін шағып майын ішкен тұлғалар. Атап өтсек, Асанәлі Әшімов, Әмина Өмірзақова, Азамат Сатыбалды, Лейло Бекназар, Бақыт Қажыбаев, Данагүл Темірсұлтанова. Шыны керек, бұдан бөлек те Қазақстанда өте көптеген жалпы осы саладағы актер-актрисаларымыз бар, дарынды, талантты, бірақ осы адамдарды мен өзімнің былайша айтқанда кумирім ретінде санайтын едім. Өнер жанның көрінісі, ал актер сол көріністің шынайы суретшісі. Өмірде кез келген нәрсенің бастауына басқа бір кез келген нәрсенің бастауы әсер етуі мүмкін. Мысалы, сіздің мамандық таңдауыңызға сіздің ата-анаңыз, достарыңыз, қоршаған ортаңыз ол мамандықтың беделі немесе мектеп әсер еткен болуы мүмкін. Ал менің бұл мамандықты таңдауыма әсер еткен ең үлкен фактор бұл 2020 жылы 1 қазанда еңбекші жалпы орта мектебінің жанынан құрылған Шын жасөспірімдер театры. Жетекшісі Қабит Ернар Амангелдіұлы. Күні бүгінде Шын жасөспірімдер театры 2 жылдан құрылған, 2 жылдан астам уақыт болды. Сол күннің барлығында мен бұл театрда көптеген басты рөлдерді сомдаған болатынмын. Бұл нәрсе бүгінде менің бұл мамандыққа деген қызығушылығымның артуына өте үлкен септігін тигізіп келеді. Соның нәтижесінде біз бір республикалық, бір облыстық байқаулардан бас жүлде, шабыт жұлдызы байқауынан бас жүлде алған болатынбыз. Кез келген саланың өзіне тән кері және оң жақтары болады. Актерлік шеберлік мамандығының оң жақтарына тоқталсақ, шығармашылық еркіндік, қоғамдық танымалдылық, эмоциялық қанағаттану, мансаптық өсу мүмкіндігі және әлемдік деңгейге дейін танымал болуыңыз мүмкін. Кері жақтары эмоциялық және физикалық стресс, жеке өмірдің қоғамдық назарға алынуы, жұмыссыздық пен тұрақсыздық, кәсіби тұрғыдан өз-өзіңді бағалай алмауы мүмкін. Одан бөлек уақыт тапшылығына ұшырайсыз. Бірақ егер сіз бұл мамандықты сүйіп, шынайы жүрегіңізбен жасайтын болсаңыз, бұл кері жақтарының өзі сіздерге оң жақтарына айналуы мүмкін. Алдыңғы сөзімде айта кеткендей, Шын жасөспірімдер театрында күні бүгінге дейін мен көптеген басты рөлдерді сомдап, өзімнің бойымдағы қасиетімді, ол мамандыққа деген дарынымды күннен күнге арттырып келемін. Бұл жөнінде мен не айтқым келеді? Кез келген адам өзінің жүрегі қалаған мамандықты таңдаған кезде сол мамандыққа деген қызығушылығын күннен күнге арттыру керек. Атап айтып кететін болсам, Төлен Әбдіғұлының оң қол психологиялық әңгімесі желісіне әзірленген драмада Алма рөлін сомдаған болатынмын. Ал Тұрлыбек Мамсейіттің Құлқынның құлы драмасында Ханшы қыз рөлін сомдаған болатынмын. Баққожа Бақайдың Раушанкүл драмасында мен Сәуле рөлін ойнаған едім. Оларды осы QR арқылы тамашалай аласыздар. Өнердің айнасы халық, актердің айнасы сахна. Оқу орындары. Бұл мамандықта әрине сіз көптеген шетелдерде де бұл мамандықпен білім аласыздар, бірақ мен сіздерге Қазақстанның оқу орындарын ұсынамын. Қазақстанда бұл мамандықты 14 университет оқу орны оқытады. Солардың ішінде топ 4-еуіне тоқталсақ, Қазақ ұлттық өнер университеті Алматы қаласында, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы Алматы қаласында, Еуразия гуманитарлық институты Астана қаласында, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Алматы қаласында. Жалпы мен де басында айтып кеткендей 11 сынып оқушысы 2025 жылғы түлекпін, ал менің таңдауым ол Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы.
Сала түрлеріне тоқтала кететін болсақ, Қазақстанда жалпы өкінішті жағдайлардың бірі, Қазақстанның көптеген түлектері, мектеп оқушылары кез келген жалпы басқа да мамандықтарды алатын болса, ол мамандықтың сала түрлерін ашып зерттемейді. Мысалы, актерлік шеберлікте тек актер, тек актриса тек қана киноға түсесің, не тек театрда жұмыс жасайсың деп ойлайды. Негізінде оның да өзіне бөлінетін сала түрлері бар. Тоқтала кетсек, кино және телевидениеда, әрине театр өнерінде, одан бөлек сен режиссер және продюсер боласың, сценарий жазып, кино түсіріп сценарист боласың, одан бөлек оқу мен жоғарғы және орта білім беру мекемелерінде сен білім беріп те жұмыс жасай аласың. Енді бұл мамандықтың қазіргі таңда беделі қандай, яғни сұранысы жоғары ма, төмен ба? Оны мен статистика арқылы дәлелдегім келді. 2021 жылы әлемдік кино индустриясының жалпы табысы 100 миллиард доллардан астам болды. 2020 жылы Қазақстанда 100-ден астам кинофильм түсірілді. Қанша көп кинофильм түсірілсе, сонша көп актер-актрисалар қажет болады. 2020 жылы қазақстандық театрларда жалпы 1,5 миллионнан астам адам спектакльдерге келді. Өзіміз әлеуметтік желілерде байқап жүргеніміздей, соңғы 4-5 жылда театрдың дәрежесі өте жоғары көтеріліп келеді. TikTok, Instagram сияқты платформалар арқылы сізге жеке бренд қалыптастыру өте оңайға соғады. Жалпы актер-актриса болу көптеген мүмкіндіктерді ашады. Қорытындылай келе, мамандық табыс көзі емес, талғам мен тағдыр таңдауы. Жалпы сала түрлеріне тоқталғанда айта кететін нәрсе, мен де осы мамандықта болашақта театр актрисасы болғым келеді. Сол үшін қорытынды сөзімді театр жөнінде бір керемет сөз. Театр тек таланттылардың тұғыры, шабыт таластыру жөнінде күші асқандардың, жарыс кезінде озғандардың орны. Назарларыңызға рахмет.